Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Қотыр торғай жайлы қызық ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Бір қотыр торғай шеңгелге қонып отырса, қотырының қатпарланған аузын шеңгелдің тікенегі сындырып кетіпті. Торғай ашуланып, "Қап бәлем, сені ешкіге айтпасам ба?" деп ешкіге келіп, "Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің?" дейді. Ешкі, "Оны жемек түгіл өзім лақтай алмай жатырмын" дейді. Торғай, "Қап бәлем, сені қасқырға айтпасам ба?" Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің?" дейді. Қасқыр, "Оны жемек түгіл өзім байдың жабағысын жеп тауса алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені жылқышыға айтпасам ба?" Жылқышы, ана қасқырды неге соғып алмайсың?" Сонда жылқышы, "Оны ұрып алмақ түгіл өзімнің ұйқым қанбай тұр." Торғай, "Қап бәлем, сені байға айтпасам ба?" Бай, ана жылқышыны неге ұрмайсың?" дейді. Сонда бай, "Оны ұрмақ түгіл өзім қоспамды түгесе алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені тышқанға айтпасам ба?" Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің?" Сонда тышқан, "Оны жемек түгіл өз үнімді қаза алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені балаларға айтпасам ба?" Балалар, ана тышқанды неге ұрып алмайсыңдар?" дейді. Балалар, "Оны ұрмақ түгіл өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз" дейді. Торғай, "Қап бәлем, сендерді кемпірге айтпасам ба?" Кемпір, ана балаларды неге ұрмайсың?" дейді. Сонда кемпір, "Оларды ұрмақ түгіл өзім жүнімді түтете алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені құйынға айтпасам ба?" деп, Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың?" дейді. Құйын соғып, кемпірдің жүнін ұшырыпты. Кемпір келіп балаларды ұрыпты. Балалар тышқанды ұрып жібереді. Тышқан байдың қоспасын теседі. Бай жылқышыны ұрады. Жылқышы қасқырды ұрып алады. Қасқыр ешкіні жейді. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жейді. Сөйтіп, Қотыр торғай өшін алады екен. Достар, осындай қызық ертегілер де бар. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.